Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің тақырыбымыз қисық сызықты трапецияның ауданы. Алғашқы функция формуласын қолдана отыра, берілген функция және түзулермен шектелген қисық сызықты трапеция ауданын табу. Яғни біз күнделікті өмірде білеміз, қабырғалары түзудің кесіндісі болатын көпбұрыштардың ауданын табуды геометриядан білеміз. Яғни үш бұрыштың ауданын табуды, төрт бұрыштың, параллелограммның аудандарын табуды біз геометриялық формулалардан білеміз. Ал практикада бір қабырғасы қисық сызық, яғни сызықтық емес функцияның графигінің бөлігі болатын фигуралардың ауданын табу есептері кездеседі. Ол есептерді шешу үшін қисық сызықты трапеция ұғымын енгізейік. Үзіліссіз теріс емес y тең f от x функциясының графигімен OX осымен және x тең a, x тең b түзулерімен шектелген фигураның қисық сызықты трапеция деп атаймыз. Осы фигураның ауданын табу үшін берілген функцияның алғашқы функциясын тауып, табанындағы кесінділерінің шеткі координаталарының үлкенінен кішісін азайтамыз. Яғни қисық сызықты трапецияның ауданын табу формуласы S-тен f от b азайтылған f от a. Қисық сызықты трапецияның ауданын табу үшін біз төмендегі алгоритмді қарастырайық. Яғни осы алгоритмді біз жатқа білетін болсақ, кез келген қисық сызықтың трапецияның ауданын таба аламыз. Біріншісі, бұл біздерде берілген қисықтармен шектелген, яғни фигуралардың координаталық жазықтықта графиктерін саламыз. Екіншісі, графигі жоғарыдан қисық сызық трапецияны шектейтін функцияның алғашқы функцияларының бірін анықтаймыз. Қисық сызықты трапецияның төбеңгі табаны болатын кесіндінің шеткі нүктелерінің координаталарын анықтаймыз. Және оны қисық сызықты трапецияның ауданын табу формуласына салып есептейміз. Мысалы, берілген қисықтармен шектелген фигураның ауданын табыңдар. Яғни y тең x куб, y тең 0 және x тең 2. Бұл жерде біз не істейміз? Бірінші алгоритм бойынша біз функцияның графигін саламыз. Содан кейін алғашқы функция формуласын қолданып, яғни мына берілген функцияның алғашқы функциясын табамыз. Шеткі нүктелердің координаталарын анықтаймыз, яғни график бойынша. Содан кейін осы шыққан фигураның ауданын табамыз. Яғни біз алгоритм бойынша міне f от x тен x куб функциясы берілген, біз оның графигін саламыз. Және x тең 2 түзуін жүргіземіз. Екеуінің қиылысқан, яғни тұйықталған бөлігін бояп, осы бөліктің ауданын табамыз. Оны табу үшін біз мына берілген функцияның мына кесте бойынша алғашқы функциясын табамыз. Яғни бізде дәрежелік функция берілген, біз мына формулаға салып, оның x кубтың алғашқы функциясы 4-тен x4 дәрежелі плюс c екенін анықтаймыз. Берілген фигурадан табанының кесінділерінің нүктелерін анықтаймыз. Бұл жердегі b тең 2, a тең 0. Оны апарып біз формулаға саламыз. Яғни үлкенінен 2-ні мына функцияға, яғни x-тің орнына 2-ні қоямыз. Одан азайтамыз, x-тің орнына 0-ді қойып есептегенде. Сондағы біздің жауабымыз 8 квадрат бірлікке тең. Енді жаңағы мысалға қарап, өздерің мына берілген фигураның ауданын таба аласыңдар. Яғни y тең 2x квадрат минус 1, y тең 0, x тең 1, x тең 3 түзулерімен шектелген фигураның ауданын таба аламыз. Ол үшін біз бірінші алгоритм бойынша мына функцияның алғашқы функциясын табамыз. Сосын бізде міне шектелген нүктелер, кесінділер берілген 1-ден 3-ке дейін, оны апарып қисық сызықты трапецияның ауданын формуласына қойып, оны есептейміз.
Келесі мысалға тоқталатын болсақ, абсцисса осі және y-тен косинус x функциясының графигімен шектелген және x тең минус 4-тен пи, x тең 4-тен пи түзулерімен шектелген фигураның ауданын табу. Бұл жерде біз не істейміз? Жоғарыда айтып кеткен функцияның графигін саламыз, яғни алгоритмді сақтай отырып, берілген функцияның, яғни y-тен косинус x-тің алғашқы функциясының формуласын қолданамыз. Шеткі нүктелерінің координаталарын графикте анықтаймыз және оның осы берілген функцияның қисық сызық трапецияның ауданын табамыз. Міне берілген жаңағы алгоритм бойынша біз косинус x-тің графигін сыздық, шектелген нүктелермен түзулерді шектедік. Енді қай аралықты ауданын табатын фигураны міне белгіледік. Осы жерден біз алғашқы функцияның формуласын қолдана отырып, яғни косинус x-тің біздегі формула бойынша алғашқы функциясы синус x плюс с-ға тең. Осы жерден біз міне шеткі нүктелерін анықтадық, яғни b тең 4-тен пиге, a тең минус 4-тен пиге. Осыда қисық сызықты трапецияның формуласына салып, яғни b-ның орнына 4-тен пиді, a-ның орнына минус 4-тен пиді, алғашқы функциясы бізде синус x, сондықтан бізде мына жерде синус 4-тен пи бізде 2-ден түбірасты 2-ні береді. Синус функциясы бізде тақ функция болғандықтан 2-ден түбірасында 2 минус, мына алдына шығып, алдындағы минусты плюске айналдырады. Осы екеуін қосқан кезде біздің жауабымыз 2 квадрат бірлікке тең болады. Енді бүгінгі өткен сабағымыздан біз мынадай алгоритм құрастырдық. Яғни біз осы тарау бойынша алғашқы функция табуды үйрендік. Одан кейін алғашқы функция табу ережелерін қолдануды үйрендік. Содан кейін қисықпен шектелген фигураның координаталық жазықтыққа салуды үйрендік. Яғни бір жағы берілген функция, бір жағы берілген түзумен шектеп, біз қисық сызықты трапеция шығардық. Осы жерден табанның кесіндісінің координаталарын табуды үйрендік. Қисық сызық трапецияның ауданын табуды үйрендік. Өздігінен орындауға берілген тапсырмаларда берілген қисықтармен шектелген y тең x квадрат, y тең 0, x тең 2 фигураның ауданын табыңдар. Екінші, абсцисса осі және y тең синус x функциясының графигімен шектелген және x тең 4-тен пи, x тең 3-тен пи түзулерімен шектелген фигураның ауданын табыңдар. Мысалдарға қарай отыра өздерің орындай аласыңдар деп үміттенемін. Сау болыңыздар.